Көмірдің отаны Қарағандыда көмірге талас әлі де басылар емес. Жұрт кезегін кемі 3 күн, тіпті апталап күтуге мәжбүр. Ол аздай қымбат бағаға сатып жатқандары көмір емес, күл-қоқыс дейді наразы жұрт. Жылда қайталанатын бұл дүрбелең өңір билігінің назарынан неге тыс қалып отыр? Өңірдегі тілшіміз Жандос Бақытұлы анықтап көрді. Мұна алып жүк көлігіне 6 тоннадай көмір сияды. Бірақ оны алу үшін 2-3 күн деп кезекте тұру керек. Ал алушылар мұна тар кабинада түстеніп, тіпті осында түнеуге мәжбүр. Қанша сабыла күтсе де алатының сапасыз көмір дейді жұртшылық. Жылдағыдай ұзын сонар кезекке ет үйренген халықты алаңдатып отырғаны басқа. Баға қымбаттаған үстіне қымбаттап жатыр дейді. Бұрындары барлық сорттағы көмірдің құны бір бағада болса, қазір әртүрлі құн қойылыпты. Айтуларынша сұранысқа ие Шұбаркөлдің ең жоғары сорттағысы 14 мыңнан асып жығылады. Оны алу үшін кемі бір апта күту керек. 90% сақ топырақ. Мен 250 шақырым жерден келдім. Анжаққа апарып, маған оны кім алады оны? Сапасы өте төмен. Уақ, шаң. Міне 3-ші күн тұрам осы жерде. 3-ші күн 3 түн. Кеше осы әбеттен кейін келдім. Бір күн болып тұрғаным. Енді кесем 11 минуттың ғана сатып отыр. Білмеймін, очередь көп. Ал сату бекетіндегілер халықтың сөзін жоққа шығарды. Қоймаға келгендердің барлығы 11.500 теңгеден әрі аспайды дейді. Отынның түріне қарап таңдау жасайтындардың өзі кезек санын ұлғайтып жатыр екен. Их не устраивает именно товарный вид угля. Кезектің көптігі біздің кесірімізден емес. Алушылар келген көмірді алмай, келесі күнге өз еріктерімен қалуда. Олар қатты отынның түріне қарап алады, бірақ бұның барлығы бір көмір. Жауаптылар отынның уақытылы келмеуін ауа райының қолайсыздығымен байланыстырып отыр. Сұраныстың арту байланысты тәулігіне 5000 тоннаға дейін көмір тиеп 180-нен астам автомашина жөнелтті. Бүгінгі таңда 3 жүк тиегіш және 2 салмақ өлшеуіш жұмыс жасауда. Бүгінде 78 мың тонна көмір сатылған. Айдың аяғына дейін бұл көрсеткіш 150 мың тоннаға дейін өседі деген болжам бар. Дегенмен жақында баға тағы да өсуі мүмкін бе деген сұрағымызға қойма басшылығы жауап қатпады. Жандос Бақытұлы, Еркеғұлан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі.